Сәлем достары. Бұрынғы заманда жігіттің астындағы атына қарап таныса, қазіргі уақытта оның көлігіне қарайды. Әрине, мұндай бағаланатын көліктер қатарына күнделікті тұрмыста пайдаланылатын темір тұлпарлар кәдеге аса қоймас. Кейбір адамдар өзінің ескі тұлпарына ерекше ықылас туғызып, одан заманауи автокөлік жасайды. Ал бүгінгі таңда ел назары ең қымбат, ыңғайлы, сапалы көліктерге түсіп, оларға баға беріп, оны мінгіп жүргенді қалайды. Ал бүгінгі тақырыбымыз жер бетіндегі ең жылдам 5 автокөлік жайында болмақ. Бұл тізімде Koenigsegg автокөлігі 5-ші орынға ойысты. Оның максималды жылдамдығы 394 км/сағат, V8 қозғалтқышымен жабдықталған. Көлікті көрген кезде бас шайқауы мүмкін емес. 806 аттың күші бар. 100 км/сағатта 3 секундта жетеді екен. Төртінші орын Salin S7 TT көлігінде. Ол 750 аттың күшіне ие темір тұлпар. Максималды жылдамдығын 399 км/сағатқа жеткізген екен. Аталған көлік 100 км/сағатта 3 секундта жетіп барады. Үшінші орында Bugatti Veyron i16.4 емденген. Максималды жылдамдығы 408 км жылдамдықпен қозғалатын темір тұлпардың бүгінгі күндегі құны $2 миллион құрайды. Bugatti'дің барлығы бірдей болғанымен, оның жылдамдықтары әртүрлі. Екінші орын Bugatti Veyron Super Sport автокөлігі. 2014 жылдың ең жылдам автокөлік саналған. Темір тұлпардың максималды жылдамдығы 431 км/сағат. 2 және 3 орынды қанжығасына байлаған Bugatti компаниясы әлі де талай жылдам автокөлік шығарады деп күтіледі. Назарларыңызда әлемдегі ең жылдам супер автокөлігі Hennessy Venom GT деп аталатын темір тұлпардың 435 км/сағатпен максималды жылдамдықпен қозғалады. Теңдессіз рекордпен алдына жан салмай келеді, және де әлі де бұдан да асатын темір тұлпарлар шығарылады деп күтіледі. Достар, әрине, сіздің көлігіңіздің жылдам жүргені жақсы, бірақ жол бойында бұл тұлпарлар тағдырыңызды шешуі мүмкін. Достар, сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер, және де астындағы қызыл батырманы басуды ешқашан ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы. Сау болыңыздар.